Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз онлайн сабақтар парадигмасын құру. Жалпы бұл тақырыпта не мәселені қарастырамыз деген сауал туындайды. Демек, бейне сабақ туралы түсінігімізді қалыптастырамыз және оның мықты, әлсіз жақтарының білім бағалау мәселесі және оқу сапасын арттырудағы студенттердің білімін бағалау мәселесіне тоқталамыз. Жалпы білім орындарында инфокоммуникациялық әрекеттесу білім алудың педагогикалық тәсіл ретінде ұйымдастырылып отырған онлайн сабақтар жүзеге асырылып жатыр. Ол өздеріңізге жақсы белгілі. Әлемдік пандемияға байланысты Қазақстанда қолға алынып жатқан соны мәселелер болып табылса, шет елдерде бұл үрдіс сабақ процесінде қолданып кеткен. Құрметті білім алушылар, біздің онлайн сабақ деп отырғанымыз не? Демек, ақпараттық негізге білімдік ортаға сүйене отырып, белгілі бір желі көмегімен білім алушылардың оқу және тәрбие үдерісіндегі субъектілердің қарым-қатынасы арқылы мақсатты ұйымдастырылып отырған бұл форма болып табылады. Онлайн сабақтың дидактикалық циклдың негізгі бірлігі және қашықтан оқыту формасының бір түрі деп жаңа айтып өттік. Демек, дидактикалық тұрғыдан алғанда онлайн сабақ дидактикалық мақсаттарының бірлігімен сипатталады және мұғалім мен оқушы жұмысының мазмұнымен біріктіріледі. Ұйымдастыру жағынан онлайн сабақтар бөлінген уақыттың нақты мерзіммен құрылған кестеге сәйкес виртуалды сыныптағы білім алушылардың тұрақтылығымен ерекшеленеді. Онлайн сабақтардың негізгі қандай түрлері бар деген сауалға тоқталалық. Бірінші, жаңа материалды қабылдау және меңгеру сабағы, білімдер мен біліктерін қалыптастыру сабағы, және мәселелік проблемалық сабақ және аралас сабақ болып келеді. Онлайн сабақтардың педагогикалық ерекшеліктері неде? Біздің тәжірибемізде мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынастың білімділік және тәрбиелік қызметінің оқыту мазмұны мен құралдарының бірлігі болуы тиіс. Екіншіде, тәжірибеде форум, чат, блог режимдеріндегі жазбаша жауаптары кезіндегі оқушылардың белсенділігі артуы тиіс. Келесі, өзіндік таным белсенділігін арттыру, яғни осы бейне сабақ барысында шығармашылық әрекеттерді қолға алып, әртүрлі платформадағы білім беру үдерістерін тиімді пайдалану. Дидактикалық мақсаттардың бірлігі мен сабақ элементтерінің бір-біріне тәуелділігі және де білім мазмұны мен оқыту жағдаяттарындағы білім алушы мен оқытушының арасындағы қарым-қатынастың ынтымақтастығы ескеріле отырып, сабақты құрастыру жүзеге асырылады. Интернет ресурстарын қолдана отырып, сыныпта оқушылардың жұмысын ұйымдастыру жолдары төмендегідей болуы мүмкін. Демек, қашықтан оқыту үдерісіндегі дәріс пен дәстүрлі дәріс барысындағы едеуір айырмашылықтардың айтып отырғанымыздай жоқ. Белгілі бір фронталды, жекелей, топтық, яғни фронталдыда жаңа сабақты игеру, жекеледе оқу ақпараттарын іздеу, таңдау және талдау, топтық, ортақ оқу жобасын жасауға болады. Тәжірибеде көрсетіп отырғандай, белгілі бір оқу платформасы арқылы да оқушылармен бірге, білім алушылармен бірге топтық және оқу ақпараттарын іздеу, талдау жұмыстары негізінде топтық жұмыстар жүргізуге әбден болады. Онлайн сабақтардың дидактикалық мүмкіндіктері неде? Біріншіден, басқа пәндермен кіріктірілуі. Келесіде, оқу үдерісінің әдістемелік сүйемелденуі. Компьютерлік коммуникациялар мен интерактивтілік мүмкіндіктерін қолдануда барынша қамтамасыз ету. Бағдарламалық жағдаяттар аясында ақпараттың жүйелігі мен ғылыми деңгейінің жоғары болуы тиіс. Онлайн сабақтардың ұйымдастырылғанда ұсынылатын өзіндік принциптері бар. Ол принциптер қандай болуы тиіс? Демек, біз
Ұлттың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы айтып отырғандай, жалпы мектептің білім ордасының жаны да сәулесі де мұғалім болып табылады. Демек, мұғалімнен теориялық біліммен қатар әдістемелік жағынан мықты болуын қадағалаймыз. Онлайн сабақтардың ұстанылған принциптеріне тоқталалық. Бірінші, жүйелік принципі барлық оқыту кезеңдерінде қамтамасыз етіліп отыру керек. Демек, ұйымдастырылған сабақ формасы белгілі бір дидактиканың жүйелік ұстанымын негізге басшылыққа алуы тиіс. Келесі, оқушылармен жеке жұмыс принциптері олардың жас ерекшеліктерін, білім деңгейін, оқу жағдаяттарын, қабылдау машықтарын, яғни қызығушылықтарын, уәж тудыру мақсаттарын еске сақтауымыз керек, бағытталуы керек. Оқушылардың білім ресурстарын тарату принциптері оқу ақпараттарын ұсыну және жеткізу түрлерімен анықталады. Және келесі, оқыту үрдісіне авторлық қатысу принципі. Келесі, интерактивтілік принциптері жүйелік коммуникациялар арқылы білім беру үрдісіне барлық қатысушылардың байланыс жасауымен анықталады. Осы үдерістегі осы принциптерді сақтай отырып, белгілі бір сабақ формасы дайындалуы тиіс. Айта кету керек, онлайн сабақтар барысында, дайындық барысында алатын сабақ үдерісінде қолданатын оқыту платформасы алынып, және соның деңгейіндегі алгоритмдер бойынша сабақты ұйымдастыру қазіргі заманның талабы болып отыр. Сондықтан да оқытушы мен білім алушының арасындағы осы ынтымақтастықты онлайн форматындағы платформаларды терең меңгере отырып беру қазіргі өзімізге тиісті талаптарының бірі болып отыр. Онлайн сабақтарды ұйымдастыруда бір ғана Zoom платформасының өзіндік қолданыстағы алгоритмдерін терең түсіну арқылы білім алушымен жұмыстар жүргізуге болады. Алдағы уақытта сіздерге тапсырма ретінде онлайн платформаларын, қандай платформаларды білесіздер, оның деңгейлік табыстары қандай, Quizmaker, Kahoot сияқты тест тапсырмаларын жасауда олардың қандай мықты және әлсіз жақтары бар. Басқа да қашықтан оқыту білім үрдісіндегі платформаларды анықтап, және осы негізде оқу әдістемелік слайд жасауға тапсырма беремін.